Болды. Керемет. Ендеше ортаға қошеметпен Сұлуфанның үміткерін шақырайық. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Өзіңіз таныстырып кетіңіз. Есімім Думан болады, Жаркент қаласынан. Ұлан? Думан. Думан. Жаркент қаласында туылған. Жаркент. Елім Суан. Алматы қаласында тұрам, ата-анаммен тұрам. Алматы қаласында. Не болса да Думан таңдауыңыз қиын екен енді. Жағдайды білесіз ғой. Жақында ғана Әміре деген үміткер келіп, арақатынас болып, соңын бір өздеріне түсінікті, бізге түсініксіз жағдайда енді екеулерінің жолы екіге бөлінді. Қазір Сұлуфан жалпы жобада қалам ба деп ойланып жүр. Ал сіз Сұлуфанға келдіңіз. Сол батылдықты қайдан алдыңыз? Енді қалай айтсам болады. Сұлуфанға енді Сұлуфанның атып келгеннен кейін Сұлуфанды өзіме көндіруден ойдан. Керемет, енді сәттілік. Сұлуфан, кезек сенде. Сәлем, Думан. Жасыңыз қаншада? Жасым 20-да, биыл 21-ге толамын бұйыртса, жақын арада. 21-ге толасыз, Иә? Отбасыңыз туралы қанша адамсыз? Отбасымызда 5 адамбыз, үйдің үлкенімін. Менен кейін қарындасым, інім бар. Осы Алматы қаласында тұрамыз, ата-анаммен тұрам. Қайда оқисыз немесе қандай жерде жұмыс жасайсыз? Оқу бітірген, қазір таңда жұмыс жасаймын. Жұмыс жасамаймын? Иә. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда негізі өзім жанкүйермін Қайрат клубының, Алматы қаласының. Керемет. Түсінбедім. Алматы қаласының Қайрат клубының жанкүйермін. Футболға барам. Түсінікті. Неден қорқасыз? Қандай кино көргенді ұнатасыз ба? Қандай жанрда? Негізі ештеңеден қорықпайтын ішінде болады. Қорықпасам неқа келмейтін дедім ғой. Жоқ, адамдардан емес, неден? Біреулер қараңғыдан қорқады, жоқ, биіктіктен қорқады, фобия деп жатамыз ғой. Ондайдан қорықпаймын. Батыр жігіт, ештеңеден қорықпаймын дейді. Білмеймін, сұрақтарыңыз, сіздің маған қоятын сұрағыңыз жоқ па? Иә, бар. Сіздің туған жеріңізді білсем бола ма? Сіз туралы ақпаратты өте қатты білмеймін, негізі. Қалауымды қай уақыттан бастап қарап жүрсіз? Осы жақын арадан. Шамамен? Осы бір ай көлемінде. Түсінікті. Туған жерім Маңғыстау облысынан, Ақтау. Ақтаудан 70 километр жерде Мұнайшы деген ауыл бар, сол жақтың қызымын. Сол жақта туып өстім. Жасым 19-да, бір айдың көлемінде 20 жасқа толам. Руадай. Румадай, кіші жүз. Казгуда журналистика факультетінде. Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультетінің 3-ші курс студентімін. Естілмей жатыр. Журналистика факультетінің 3-ші курс студенті. Казгу журфак. Ұлттық университет. Тағы не білгіңіз келеді? Басқа? Басқа мен қояйыншы бір сұрақ. Сіз қазір оқуды бітірдім дедіңіз, әлі жұмысқа тұрмадыңыз, е? Мен ба? Иә. Жоқ, мен жұмыс істеп жатырмын. Жұмыс істеп жатырмын дедіңіз бе? Біз бұл жерде жұмыс істемей жатырмын деп естідік. Қайда жұмыс істейсіз? Компания Алла Паруста Сет Суши Баров. Сол жақта аспазшы болып па? Иә, аспазшы болып істеймін. Аспазшы. Суши жасайсыз? Иә. Біздің қатысушылардың көңіліне майдай жағып отырған шығар, өйткені сүйікті тағамдары болса. Көрдіңіз бе қалай қуанды? Керемет, жалпы енді сіз осы жарайды, бәрі жақсы болды делік, осы бір жылдың көлемінде отбасын құрдық делік, осы отбасын асырауға шамаңыз жете ме? Иә, жетеді. Жалпы отбасын асырау үшін қанша қаражат керек деп ойлайсыз өзіңіз? Енді ол қаражат жағын айта берсек көп қой, ол ақша деген жетпейді негізі қазір таңда. Барынша шамамызды саламыз. Жоқ, мысалы сіз өмірге мысалы бала әкелейік деген бір шешім қабылдау үшін осындай бір тұрақты өзімнің бір табысым болу керек деген бір жоспарыңыз бар шығар? Иә, бар, оның жоспары бар. Ол қандай мысалы қаражаттың мөлшері? Оны кейінірек айтсам. Оны неге аласыз? 100 мың, 200 мың, 300 мың әрқайсысы көрпесіне қалып төселеді ғой. 150-ден жоғары зарплатам. 100 мыңнан жоғары, е? 150-ден жоғары, е. 150-ден жоғары. Дұрыс, дұрыс.
Сулхан, сұрақ бар ма? Менде сұрақ жоқ, қатысушылар. Жарайды, қатысушылар сұрақ қойсын ендеше. Ақжарқын, баста. Жаным Жаркентім деп қалайсыз, жерлесім? Ауыл, аймақ, ата-ана, үйші аман ба? Жаркентке сәлем айтын. Жаркенттен келдіңіз ба, жалпы Алматыда? Алматы тұрам. Жаркентте қанша уақыт тұрдыңыз? Бір 12 жасымайын тұрдым ойдың. Суан негізі Сулфан, құлағың алтын сырға, білмеймен бұл жігітті қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, жалпы Жаркенттің жігіт? Басты сұрақ қой, білесің қойғанда екен. Сырласуға барасың ба, жоқ па? Жоқ. Бармайсың ба? Мүмкін ойланарсың. Байқап көрерсің. Бір көргеннен, менде жалпы кез келген адамда болады ғой. Бір көргеннен бір жылылық байқалады, бір адамды өзіне тартады. Менде ондай еш нәрсе өзімнен байқамадым, және де ол жігітке үміт сыйлағым келіп тұрған жоқ. Менің жоқ деген жауабымды бүгін болмаса да ертең естейді, сондықтан уақыт созып керек емес. Өте қиын мәселе болып тұр, өйткені қазір енді қазақта бір сөз бар ғой, жаман әйел кетем деп қорқытады деп. Сондықтан енді